Ассаляму-алейкум. Егер сіз отбасыңызды таңғалдырғыңыз келсе, онда дәл осы рецепт сізге арналған. Бұл тағамның аты момы сәй. Момы дегеніміз қамыр, сәй дегеніміз подлив. 1 килограмм ұнды аламыз және де оған ашытқыны қосамыз. Тұз қосамыз, су қосамыз да нан қылдырып илейміз. Ол жұмсақ болуы керек. Оны целлофанға салып, бетін қақпақпен жауып, жылы жерге көтерілгенше сақтаймыз. Ал қазірше бұрышымызды, чесногымызды, пиязымыз бен етімізді дайындап қоямыз. Етімізді осындай жіңішке етіп тураймыз, өйткені бұл тез дайындалатын тағам болғандықтан еті жіңішке болуы қажет. Пісіп үлгеруі үшін. Қамырымыз дайын болғанда, оны осындай домалақша етіп мантаваркаға тіземіз және де жарты сағатқа мантаваркада пісіреміз. Ал қызып тұрған майымызға етімізді саламыз. Біз сәйін қуырып жатқанда нанымыз пісе береді, нанымыз гарнир болады. Етіміз әбден қуырылғаннан кейін оған пияз қосамыз. Пиязбен бірге етімізді әбден қуырамыз. Оған тұз қосамыз. Және де мен универсальный деген весовой приправаларды қолданамын. Міне, ол осындай болып. Және де мен кориандр қосамын. Негізінде өз талғамыңызға қарай кез келген приправаларды қоссаңыз болады. Және де қара бұрыш қосамын. Осының бәрін араластырып әбден қуырып аламыз. Одан кейін оған бұрышымызды саламыз. Оған қызанақ пастасын қосамыз. Және де араластырып әбден қуырып аламыз. Мен өте ұзақ қуырмаймын. Өйткені маған бұл бұрыштардың қытырлап тұрғаны керек. Кез келген подливті мен осылай пісіремін. Маған жұмсақ болып кеткен перец ұнамайды. Міне, сарымсаққа да келіп жеттік. Сарымсақты қосамыз. Сарымсақпен бірге әбден қуырып, одан кейін оған соя сұйықтығын қосамыз. Көз мөлшермен 3 ас қасық қосамыз. Мен Қытай соя сұйықтығын қолданамын. Оның сырты осындай қып-қызыл және Қытай жазулары бар. Мен өте көп тұз қоспаймын, өйткені соя сұйықтығында да тұз бар. Сол үшін тұзы ашты болып кетпес үшін аз ғана тұз қосамын. Екі кесе су құямын. Одан кейін сельдерей сабақтарын қосамын. Сельдерейдің жапырақтарын алып қаламын. Кейін оны бетіне себемін. Ал міне асымызды дайын болып қалды. Ас болсын барлықтарыңызға. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Лайк және қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.